Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай айдаһар салатын әзірлейміз. Шығыс күнтізбесі бойынша 2024 жыл жасыл ағаш айдаһар жылы екен. Соған байланысты дастарханға сән беріп тұратын салат дайындаймыз. Ол үшін бізге піскен картоп, сәбіз, тауық, жұмыртқа, майонез, қияр, жүгері, тұз қажет. Барлық заттарды ұсақтап қолмен турап аламыз. 2 картопты қолдандым. Сәбіздің осылай ортаңғы бөлігін тураймыз. Қалғаны әсемдеуге керек болады. Жұмыртқаны да осылай әсемдеуге бөлігін алып аламыз. Қалған ұсақтап тураймыз. Қиярымызды дәл осылай ұсақтап турап, тұз, майонез қосып жақсылап араластырамыз. Содан кейін ыдысымызға қасықпен айдаһар формасын жасаймыз. Осылай 2 қасықтың көмегімен формасын келтіріп аламыз. Жұмыртқадан көзін жасаймыз. Қиярдан мұрнын, сәбізден тілін, қиярды осылай ұзыншақтап турап алып, осылай басының жан-жағына қойып шығамыз. Сәбізді осылай 3 бұрыш қылып турап алып, осылай арқасының тісшелерін тізіп шығамыз. Және менде петрушкамен жапырақтарымен бүкіл денесін жауып шығамыз. Осындай айдаһар салатымыз дайын. Дастарханда ерекше болып тұрады, дәмі өте дәмді. Жасап көрсеңіздер болады. Әсіресе балаларға өте қызық. Балалар қызығып жейді. Астарыңыз дәмді болсын.